Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен спорт жаңалықтары. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Бейволда Артурда бойы осы жерде болады. Жәнібек Әлемханұлы әлем чемпионының маскасын сыпырып тастады. Орта салмақта WBO және IBF чемпионы Жәнібек Әлемханұлы Оз дивизионында WBS титуліне ие доминикалық Карлос Адамес туралы ойын ашық айтты деп жазады. Карлосты мүлде түсінбеймін. Менде 2 титул бар және оны айқасқа шақырдым. Ол бас тартты. Енді ол Хамза Ширазбен жұдырықтасады. Тек ақша үшін. Адамес менен қорқады. Өйткені мен оны спаррингте сабадым. Деп жазыпты Әлемханұлы X желісінде. Еске салайық, Адамес 22 ақпанда Хамза Ширазбен айқасады. Бұл жекпе-жек Әл-Риядта Артур Бейтербеев пен Дмитрий Бивол қарымтасының қарынында өтеді. Осы жерде де лайк басамыз, подписация боламыз, комментарий жазып қоямыз достар. Жәнібек Канело үшін қазақстандық жекпе-жегін бас тартты. Орта салмақта IBF және WBO чемпионы Жәнібек Әлемханұлы келесі қарсыласын франциялық Ануэль осал түсін байқағанын айтты деп жазады. 5 сәуірде Әлемханұлы Астанада жекпе-жек өткізді. Қарсыласын IBF рейтингінде 7-ші орында тұрған жеңілмеген франциялық боксшы. Мен оның әуесқой жұдырықтасқанын көрдім. Олимпиада ойындарында да ол жерде дағдылы жақсы көрсете алды. Қазір кәсіпқойда ол үздік ондықта. Кейінгі айқасында да ол тамаша өнер көрсетті. Бір кемшілік, ол өте ауыр қозғалады. Сондықтан біз онымен айқасты жылдам қорқынды өткіземіз, деді Жәнібек. Жәнібек пен оның менеджері Берік Сұлтанның айтуынша. Егер орта дивизионды чемпиондардың ары қарайды жұдырықтасудан қаша берсе, Әлемханұлы жоғары салмаққа өтуге дайын екен. Әсіресе америкалық Дэвид Бенавидес және мексикалық Саул Канело Алвареспен жұдырықтау бойынша ұсыныс түссе. Егер үлкен ұсыныстар болса, мәселен Канеломен шығу сияқты, онда біз онымен жұдырықтасу үшін 5 сәуірге де жекпе-жектен бас тартатын едік, деді Берік. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.